Масон сөзі француз тілінен алынған болып, тас ұстасы деген мәністі аңлатады. Оларды еркін тас ұсталары франк-масонлар деп те атаған. Масонлардың шөлкемлесуіне ұсталардың дүния сыры, тұрмыстың мазмуны һәм жасаудан мақсет табу, барлықтағы хикметті анықлау болған. Масонлардың келіп шығуы хақында көплеген теориялар һәм болжаулар бар. Масонлықтың шамаменен келіп шығуынан бірі бұл коллегия фаврорум, Римдегі һәр түрлі тарау уәкіллері, ағаш ұстасы һәм тас ұсталары болған. Олар біздің эрамызға шекемгі 6-шы әсірде пайда болған. Бүткіл Рим империясы бойлап тарқалған һәм оның менен бірге жоқ болып кеткен. Тарихшылар шамалауы бойынша әйне ұсы һәр қилы тарау уәкіллері Рим империясының Европа аймақларында болғанлығы себеплі келешектегі орта әсір гильдияларын ilhamlandырған болуы мүмкін. Амелияты жергілікті құдайларға сыйыну менен тығыз байланысты болған өнерменшілік, технологияны сыр сақлау һәм өзара қоллап қуатлауға дикарланған еді.